Португалия бийлигинин мәліметінше, сейсенбі күні таңертең Лиссабоннан шамамен 1100 шақырым қашықтықта контейнерлік кемеден 5 тонна кокаин тәркіленді. Португалияның сот полициясының хабарлауынша, есірткі Латын Америкасы елдерінің бірінен шыққан кеменің бортында болған. A maioria da cocaína estava dentro de um contentor e uma outra parte estava já num porão do navio, estava escondida num porão do navio. Não estamos a falar de droga dissimulada, que fique bem claro. Өте күрделі жағдайда өткен операцияға Португалияның әскери теңіз күштері мен әуе күштері қатысты. Skydrop деп аталатын операция барысында Еуропаға ірі көлемде есірткі тасымалдады деген күдіктелінген қылмыстық топтың қызметі де тоқталды. Италия, Колумбия және Үндістан азаматтары ұсталды. Полицияның мәліметінше, ұсталғандардың бірі келесі күні таңертең түнеген камерасында қайтыс болған күйінде табылған. Temos mais cocaína apreendida em Portugal este ano, até ao dia de hoje, do que tivemos o ano passado durante o seu total. Осы тәркілеуден кейін Португалияда жыл басынан бері жалпы көлемі шамамен 28 тонна кокаин тәркіленді. Бұл көрсеткіш 2025 жылғы жалпы көлемнен асып түсті.